Осымен жұмысымыз аяқталды, Люкан. Лорд Рейден, мен енді жай ғана Рейденмін. Бәрі орнына келген соң, сен жер патшалығының жаңа қорғаушысы болып, менің орнымды басуға лайық екеніңді дәлелдедің. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Және мен үшін де, Лорд Люкан. Біз білетін әлем расымен де жойылды. Енді саған бәрін жаңадан бастап, жаңа тарих жазу керек. Барлық әлемдердің тағдыры менің қолымда ма? Бірақ Рейден, бұны жалғыз өзім жасай алмаймын. Ажалым жеткенше, бұрынғыша саған бәрін өзім үйретем. Бірақ уайымдама. Бұл тапсырмаға сен дайынсың. Ендеше бәрін бірге бастайық. Қане доғар, Люкан, бәріміздің түбімізге жетпей тұрғанда. Шан Цун, Найтволф, Фуджин, сендер бұл жерде құмсаға тысынып кетпей тұрғанда, мұна сиқырыңды дереу тоқтат. Тіпті қазірде тарих басынан бізге өтіріктеріңді сапыру үшін келдің бе? Сені тыңдағанша Крониканы жеңіп, оны тәжімен бірге құртып жібердіңдер. Ондай бағалы жәдігерсіз тарихты қайта жаза алмайсыңдар. Қазір құмсағатты сынады, сосын бар ғалам жойылады. Фуджин, бұл рас па? Крониканың жасаған бар әрекеттері тәжді дайындау үшін болатын. Олсыз тарихты жаңарту қолынан келмейтін еді. Бұл жайында қайдан білдіңдер? Осы тұрған әрқайсымызбен Кроника жолығып, жаңа дәуірден бізге орын ұсынған болатын. Ұсыныстан бас тартқан соң, бізді бос кеңістікке лақтырып жіберді. Біз болып жатқан жайттарды соғыс барысын бақылай алғанымызбен жәрдем бере алмадық. Ал сосын сен Крониканы өлтірдің. Біз қамалған кеңістік жойылды, және құмсағат арқылы ол жерден шығып үлгердік. Расымен құмсағаты жайлы жақсы білсең, айтшы, жаңа тарихты енді қалай жазамын? Әрине тәждің көмегімен. Бірақ тәж жойылды емес, тек осы уақытта жойылды. Бұрынғы уақытта емес. Бірақ, егер тарих беттерін қайта жаза алмайтын болсам, бірақ бұрынғы уақытқа сен өз адамдарыңны жібере аласың. Әрине. Демек, маған Кроника жеңілмей тұрған сәтке оралып, тәжге зақым тигізбей Крониканы қайта жеңуім керек. Жоқ, тәуекел етуге асықпа. Егер Крониканың қолында тәж болса, оны екінші рет жеңіп шығарыңа. Кепілдік бар ма? Қандай ұсынысың бар, сиқыршы? Сен мені өткен шаққа жібересің, сосын менің аралымда тұрған тәжді Цетрион келмей тұрып оны алып аламын да. Оны Лорд Рейденға табыстаймын. Осылай Крониканы бір жола жеңеміз. Құмсағат пен тәж қолымызда болса, жаңа тарихты еш уайымсыз жазуға болады. Мына әбжыланды не үшін тыңдауымыз керек? Себебі мына әбжылан Кроникамен бірге қиындықтардан өтіп, оның құпияларына қанық болған. Менің бұл жайлы ілімім бар, ал сенің? Оныкі дұрыс, Рейден. Фуджин, саған айтар сөзім бар. Сен не себепті Кроникадан бас тарттың? Оның шексіз уәделері сені қанағаттандырмады ма? Ол мені серіктес болуға емес, әншейін күшігі болуға шақырды. Ол менің тағдырымды өзіне қызмет ету үшін арнаған. Осы уақытқа дейін соның тәжі үшін рухтарды жинап келдім. Ал менің жұмысым аяқталғанда, мені керек қылмай, бос кеңістікке лақтырып жіберді. Мына шағымдарыңмен мені алдай алмайсың, Шан Цун. Ендеше мақсатымыздың бір екендігіне сен. Крониканың өлі шағын құртып,
тағдырымызды реттеу. Тек осы жолы мақсатымыз бір. Әрине, бірлігіміз уақытша. Ал осыдан кейін бәрі де мүмкін. Не себепті уайымдайтыныңды түсінем, бірақ бұл ең дұрыс амал. Бірақ Люкан тәуекел жасаудамыз. Ол жағы белгілі. Бірақ бұл жайында Найтволфқа ештеңе айтпай-ақ қойсаң. Сенің жоспарыңды қолданатын болдық, Шансун. Мен осында қалып, құм сағатты басқаруым қажет. Ал Найтволф пен Фуджин бәрін бақылау үшін сенімен бірге барады. Бұл көмекті қабылдауға еш қарсы емеспін. Мен де бірге барамын. Жоқ, Рейден, бұл жақта маған сенің көмегің қажет болады. Фуджин мен Найтволфқа бәрін сеніп тапсыр. Егер мен біреуге сену керек болсам, саған сенем, бауырым. Сендерді барынша уақытқа зақым тиген сәтке жіберуге тырысамын. Бірақ уайымдамаңдар. Цетрионнан бұрын тәжді алатын сендерде уақыт болады. Өзіңе деген сенімділігің мықты екен. Уақыт сақшысы ретінде маған әлі көп нәрсені үйрену керек, Найтволф. Бізді ұлы рухтардың өзі қорғасын. Мынаның кесірінен осы күнге дейін үлкен зардап шектіңдер. Бірақ мен оралдым, және бәрін өзім қалыпқа келтірем. Барлық әлемдер енді бізден қорқатын болады. Сыртқы әлем қорғанушы емес, қайтадан жаулап алушы әлемге айналады. Осындай қабілеттерінің бар екендігін неге ертерек көрсетпедің, Китана? Сонда Мелинаны қажет етпес едім ғой. Менің әпкем азғын құбыжық болатын. Мына сен секілді, әке. Біз өзі қай уақытқа тап болдық? Уақыт тоқтаған кезге. Солай емес пе? Шамасы бұл Котоль мен Шаоның шайқасы. Жоқ, анаған қараңдар. Біраз кешіктік. Бұл Шао мен Китананың шайқасы. Ендеше уақытымыз тым аз екен. Мына жақпен жайлап шығып кетейік. Бұл шайқастың нәтижесі Цетрионның тәжді ертерек алып кетуіне әсер етуі мүмкін. Егер солай болса, бәрі бітті. Қане, кеттік.
ешкімнің көзіне түспей шайқастан сытылып кету біздің қолымыздан келді. Шан Цун, қателескен сияқтысың. Осы уақытқа дейін сен өзі қайда болдың? Әлде жер патшалығының жағына шығайын дедің бе? Оның шаруасында жұмысың болмасын, коллектор. Менің жұмысым Шао Канның қалауын орындау. Егер мұнан алып барсам, маған ақшасын да жақсы төлер. Соншалықты бір өзің не істемексің? Солай ма? Бүгін түсініксіз жайттар орын алып кетті ғой. Жер патшалығының жауынгері не себепті Шан Цунды қорғаштап тұр? Мақсатымыз бір, Крониканы жеңу. Ендеше ажалдарыңмен қауышуға дайындалыңдар. Көп рахмет саған, ұлы рух. Китана Шао Канды жеңді. Ол әрдайым өзімшілікке бет бұратын, шеберлікке емес. Қане, біреу-міреудің көзіне түспей тұрғанда бұл жерден кетіп қалайық. Жоқ, біз өзіміз ойлаған уақыттан да тым кеш келдік. Меніңше, сенің аралыңа дәл қазір барып, тәжді алып кеткен дұрыс. Колизейде болған жағдайдан кейін, енді бұлай жасаған дұрыс болмас. Ол жақта жүрген Крониканың адамдары ендігі біз туралы жеткізгенде болар. Аралыма қазір барсақ, бізге Цетрионмен күресуге тура келеді. Бірақ тіпті оған жабылсақ та біздің оған шамамыз жетпейді. Бізге көмек қажет. Кімнен көмек сұраймыз? Егер бұл уақыттағы жақтастарымызды тартсақ, кейін жағдайды ушықтырып аламыз. Синдел әруақ. Әруақты өмірге қайтаруға болады емес пе? Және оның ақтық соғысқа ешқандайды қатысы болған жоқ. Уақыт тәртібін бұзбай, оны өз жағымызға шығара аламыз. Бұл әдіспен Крониканың өзін қапыда қалдыруға болады. Ол Шао Канның патшайымы болатын, оның зұлымдығында шек жоқ. Себебі ол дуаланған. Синделді қалпына келтіру арқылы мен секілді мықты әрі тамаша жақтас таба аласыңдар. Ойдағыдай болмаса ше. Мен білетін Синдел жер патшалығының көп қаһармандарын бір өзі жайратып салған. Егер Найтволф өзін құрбан етпегенде, бәрін өлтіруші еді. Міне, ол мықты, сол үшін қажет. Оның көмегімен Цетрионды жеңе аламыз. Синдел бұл кілт. Солай болған күннің өзінде оны тірілту қолымыздан келе ме? Амалы бар. Жердің қуаты Зинцейді пайдаланып, Синделдің тәнін қалыпқа келтіреміз. Бірақ Куан Чидің дуасын қайтару үшін бізге сыртқы әлемде орналасқан рух бөлмесі қажет. Басқа жоспарың бар ма, Найтволф? Бұдан жақсырақ. Арам ойыңның бір ұшы көрінсе сиқыршы, бірден көзіңді құртамыз. Неден бастауымыз керек? Зинцейдің қуатын алу үшін жер патшалығына кеттік. Шан Цун, Найтволф, Фуджин Колизейде бой көрсетіпті. Бұл қалай болғаны? Бұл мүмкін емес. Бос кеңістіктен оралу мүмкін емес. Егер расымен Шан Цун бірге... Білемін, Герас. Оларды ұстап әкеліңдер.
олар қайдан және қашан келгендігін білуіміз қажет. Осы да жетіп қалар. Бара берсеңдер болады. Мына орынды қорғау үшін өзім қалам. Бұл жерде сенің көмегіңнің еш қажеті жоқ. Бұл қақпандарды өте керемет ойлап тапқан. Шаолин шеберлері осыншалықты қатыгез деп кім ойлаған? Бұндай сөзді сен айтпай қойшы. Оған дауа жоқ. Найтволф, Шан Цун, бізбен бірге жүріңдер. Крониканың сендерге қояр бірнеше сұрағы бар. Крониканың еш болашағы жоқ, Фрост. Оны өз көзімізбен көрдік. Дұрысы, бізге қосылып дұрыс жолды таңда. Дұрыс жол ол Кроника. Мен үшін жаңа дәуірден орын дайындап отыр. Оған ешқандай кепілдік жоқ. Мынаны өлтіру мүмкін бе? Мен мәңгілікпін, Фуджин. Менің күш қуатымда шек жоқ. Мен күрескен арландардың ішіндегі ең мықтысы сенсің, Найтволф. Солай болуы тиіс, себебі ұлы рух мені таңдады. Сенің оралғаныңа сену қиын. Бос кеңістіктен ешкім де оралған емес. Бұл ісіңнен нәтиже бар ма? Уақыт созу үшін. Өз-өзіне келмес бұрын, дереу мынадан құтылу қажет.
Фуджин, дауыл тұрғызшы. Оны қайда жібердің? Тәртіп патшалығына. Хавик оны ұстап алады. Жылдамдатайық. Синделді табу үшін біздің уақытымыз тымас. Синделдің әруағы көрінбейді. Біз күткендей. Демек, ол бекіністі қорғауға қатыспайды. Егер ол соншалықты мықты болса, оның бұл жерде қалуына не себеп? Бәлкім олар... Ұлы рухтар. Не болды? Менің әруағым. Ол жақын жерде. Ұлы рух сені құтқармайды. Мыналарды сүйек шіркеуіне алып жүріңдер. Найтволф, Шансун. Найтволф, Шансун. Біз қайдамыз өзі? Шиноктың сүйек шіркеуінде. Рейденнің біздің билеушімізге жасаған азғындығы жауапсыз қалмайды, Фуджин. Бауырыңның күнәларын өтеуге дайындала бер. Синдел, жүзіңнен анық көрініп тұр. Өлімнің бейнесі. Жағымпаздығың әлі күнге дейін қалмапты, Шанцун. Сенің рухыңды қуана-қуана Лорчуно қалып беремін. Ал сен, Найтволф, басқаларға қарағанда қатты қиналатын боласың. Мен өлтірген адамға тек ең жақсы қинау түрлері дайындалған. Сені алдында құтқара алмап едім. Ендеше оны қазір жасаймын. Мені өлтіре алмайсың, Синдел. Мені өлтірсең әруағымда өледі. Мен сені өлтіргелі тұрғаным жоқ. Рейден Лорчуно қайтқандай, өлімнен де жаман тағдыр бар. Сенікінен де сорақы тағдырларды елестете аламын.
Сен қазір өз қолыңнан өлесің. Менімен шайқассаң, өзіңе де зиян тиеді. Ендеше менің ажалым Маток руын құтқарады. Ұлы рухтың атымен айтам, Кроника біздің халқымызға ешқандай да жақсылық ойлап отырған жоқ. Ол жалған. Маған үміт берген соның өзі. Кроника, міне біздің болашағымыз. Кроника еш нәрсені де өзгерте алмайды. Шан Цун қане доғар, біз оны да өмірге қайтаруымыз керек. Ол мені жаралады. Егер мен өлсем, сәтсіздікке ұшырайсыңдар. Сыйқыршы, мен саған. Жоқ, Найтволф. Шан Цун өлмеуі керек. Қалай, енді ризасың ба? Мен жай ғана емделдім, Найтволф. Негізінде сен бірінші менің амандығымды ойлауың керек. Сабыр сақтаңдар енді, жігіттер. Біз оны дереу рухтар бөліміне апаруымыз керек. Ендеше тұрмай қимылдайық. Мен білсем, Шива бізге қуана-қуана көмектеседі. Сонда сені және жолдастарыңды рух бөлмесіне кіргізуім керек пе? Иә. Сонда болашақтан мені құр сөзбен бопсалауға келдің бе? Сен маған басшы емессің. Мәртебелім, бұл сіз ойлағандай бұйрық емес. Өтініш. Крониканы жеңу үшін сіз бізді рух бөліміне кіргізуіңіз керек. Не үшін? Себебі біз Синделді өмірге қайтарамыз. Менің патшайымым. Оның аруақ кейпін ұстап алыпсыңдар. Оны тірілту Фуджин екеуміздің қолымыздан келеді. Не үшін? Куанчи секілді оны өзіңе құл еткің келе ме? Кроникаға қарсы соғыста бізге жәрдем беру үшін. Уайымдама, ол енді ешкімнің арбауына түспей еркін өмір сүреді. Менің білуімше, сіз оның қандас бауырындай жақын болыпсыз. Оның өмір бойғы қорғаушысы болғанмын. Ендеше ол мерт болғанда сізге ауыр тиген болар. Әрине, бұл жайтқа сіз кінәлі емессіз. Десе де құтқара алмадыңыз. Ал енді сәті келді. Ендеше мен жоқ, шешімді Китана-кан қабылдайды. Сізді түсінеміз, мәртебелім, бірақ Китана-кан бұл жайт туралы білсе, Шан Цунның басын алудан да тайынбас. Китана менің патшалыққа қосқан үлесіме әрдайым наразы болатын. Мысалы, құбыжық көшірмесін жасағаныңды айтасың ба? Дәл солай. Уақытымыз шектеулі, Шива падиша. Бізге астыртын әрекет ету керек. Китана-канға бұл жайлы кейінірек айтарсыз. Анасы өмірге оралған соң көмектесе аласыз ба? Китана-каннан сендерді жасырсам, сатқын атанармын. Бірақ менің өмірім Синделге тиесілі. Китананың жасағы сенің түріңді жақсы біледі. Бұл рас, бірақ маған ала көзбен қарай қоймас. Осылай дұрыс. Шамамен жетіп қалдық.
Есіктің артында баспалдақ бар, ал жоғарыда Рух бөлмесі. Мен оны сезіп тұрмын. Ал міне, көз алдымызда түр бермей кетіп бара жатыр. Қышқылға толы орынның дәл ортасында. Жасырынатын орынды дұрыс таңдамапты. Сорақысы өлім ішінде. Шива. Менің бұйрығымды күтіңдер. Жер адамдар ма Шива? Және табыт. Мен түсінбедім. Бұл жерде өзі қандай құпия жатыр? Бұл Канның қалауы, Барака. Екеуміздің бір дәрежеде екенімізді ұмыттың ба? Канның қалауын мен де көре аламын. Сен шокан емессің. Бұл иесті мен білем. Бұл иес саған тиесілі. Шан Цзун. Бұған не дейсің? Түрі қорқынышты серіктес. Тапжылмаңдар. Өзара алдымен келісіп алсақ қайтеді. Бізбен бірге жүресіңдер. Бұл арқылы Китана Канмен арамыз одан әрі жақсармақ. Сендермен әзілдесіп тұратын уақытымыз жоқ. Уақыт жоғалтпай рух бөліміне баруымыз керек. Жақсы, жолдарыңнан қалмаңдар. Бірақ Шан Цзун мен мына табыт бізде қалады. Әдепсіздігім үшін кешірім сұраймын. Таркатанның қаны төгілді. Бұл үшін әлі жауап бересің, Шива. Саған ескерттім емес пе? Бірақ таркаттарда ауыз барда құлақ жоқ. Тыңдауды үйренгенде ғана сөйлейтін боласың. Қане жауап бер. Мына табыты сонша қорғайтындай, ішінде кім жатыр? Сендель патшайым. Рух бөлмесі арқылы оны өмірге қайта әкеле аламыз. Асықпа, Шива. Сен не Китананың жауыз анасын тірілтпек ойың бар ма? Не ойлағаның бар екендігін білмеймін, бірақ бұл жақсы ой емес. Өз орныңды біл, оралман. Қане, жылдамдатайық. Аргустың атымен, бұл жерде не болып жатыр? Шан Цзун, сені Калидеде көргеніме сенбеп едім. Байқампаздығыңа қайран қалам. Біздің қалауымыз шайқас емес, Джейд. Бұл Синдельдің аруағы. Біз оны өмірге қайтара аламыз. Кроникаға қарсы соғыста көмектесу үшін. Өтінем, Джейд. Біз ол жерге баруымыз керек. Алдымен мені сендірулерің керек. Олай болған күннің өзінде ол жақ бос емес. Ол жақта Котель бар. Өзінің сынған белін жазуда. Егер кедергі жасасақ, оған зиян тигізер ойымыз жоқ. Сенің сөзіңе сенім жоқ, сиқыршы. Біз Котельға зақым тигізбейміз. Одақтас ретінде маған сенуің керек. Эдениялықтың сенімі осы болғаны ма? Біраз жата тұр.
Оны күтеміз бе, әлде оятамыз ба? Коталь. Шива, түсінсем бұйырмасын. Джейд қайда? Және мынау бұл жерде не істеп жүр? Кейін, Коталь. Біз алдымен... Сенің жиіркенішті ет шұңқырында болған шағым әлі есімде. Қалыпқа келуің үшін саған көп уақыт қажет. Оны өлтіруге шамам жеткілікті. Бүгін ол одақтасымыз. Оның күшімен Синдл қайта тіріледі. Тірілдуге мүлде рұқсат жоқ. Қалайша оның дуасына түсіп қалып жүрсіңдер? Мыналарға жасаған дуаңды алып таста, жексұрын неме. Қане, жұмыстарыңды бастаңдар. Котальды өзім ұстаймын. Мына жасаған сатқындығыңа жол болсын. Егер 4 қолыңда мансақтап қалғың келсе, жолыма тұрушы болма. Китананың бұйрығына бағынамын. Сенің емес. Шива падиша, Китана-кан, мен негізі түсіндірудің қажеті жоқ. Джейд маған бәрін айтты. Мына сиқыршының қолынан дені дұрыс дүние шыққан емес. Ол сенің анаңды жазуда, Китана-кан. Мыңдаған жылдар бойы оны қайта көруді армандадым. Бірақ оның жаны Шан Сюнның құлы болу үшін жаралмаған. Бұл опасыздықты тоқтататын уақыт келді. Менің бұйрығыма қазірден қарсы шықпақсың ба, Шива? Мыңдаған жыл бұрын мен сенің анаңа бағынғанмын. Оны қайтару міндетім. Кешір мені, Китана-кан. Сен не бүлдірдің?
Қайта оралуыңызбен мәртебелім. Мен де сізді көргеніме қуаныштымын. Мен тірімін. Бұл рас па? Иә, Синдел ханым. Егер сізге шын берілген мына кісі болмағанда, бұл жайт мүлде орын алмас еді. Шива, патшайымым, әйтеуір бүгін көмегім тиді. Сізді қорғауда мен көп қателік жібердім. Мен лайық емеспін. О, қателеспе. Сен бүгін маған ең тамаша сый сыйладың. Екінші өмір, міндетіңді орындадың. Енді мен саған қарыздармын. Алғыс білдіремін, патшайым. Менің қызым қайда? О, Китана! Бұл мен, Китана, сенің анаң. Мен әрине қуаңым келіп тұр. Бірақ тек бір затты сезіп тұрмын. Мен кішкентай бала едім. Сен мені, сен қалайша өзіңді өлтірдің? Неге мені тастап кеттің? Бәр сен ойлағандай емес, Китана. Шаоканға үйленуге мәжбүр болғаннан кейін мен Куаншимен кездестім. Ол мені Шаокан алаңдатты деп айыптады. Содан мына Рамза мені өлтіріп, өлімімді өз-өзіне қол жұмсады деп жар салды. Әрдайым күдіктенуші едім. Демек осы уақытқа дейін маған айтылып келген әңгімелер өтірік болғаны ма? Қайсысына сенейін? Сен әкең Джерардты сүйгені ме? Сені жақсы көретіні ме? О, анашым! Әрине, бұл атап өтуге тұрарлық жайт. Бірақ біздің уақытымыз тым шектеулі. Дереу Шансунның аралына барып, тапсырмамызды орындау қажет. Сіздермен барып, шайқасуға көмек берер едім. Бірақ түсінемін, ішкі әлемге қан қажет. Үйге оралуға уәде беремін, қызым. Синдел тірілді. Шансун бұндай қиын тапсырманы, оның көмегі оған айтарлықтай артықшылық беретін болса ғана әрекет етеді. Ол жай ғана ажалды біреу ғой. Саған зиян тигізе алатын адамның бірі. Мен ештеңеден қорықпаймын. Олар Шансунның аралында. Сіздің тәжіңіз. Шансун бәрін біледі. Демек, дайындықты аяқтайтын уақыт келді. Аралға дәл қазір аттан. Оларды өз жағымызға тарта алмаймыз. Аяушылық танытпа. Табиғатыңа ерік беруші болма. Түсіндім, анашым. Олар соңғы адамға дейін шайқасыпты. Адалдықтарына қайран қалам. Бұл дұрыс шешім болғанына күмәнім бар. Қалайша тым болмаса біреуіңде жанашырлық сезім жоқ. Сенің істеріңе көз жұма қарайтын ақымақтар біз емеспіз. Қазір кімнің соңынан еріп жүрміз сонда? Әлгі ақымақ Рейденнің айтқанын орындамаймыз. Әйтпесе ендігі өлген болар едік. Желмен жарысып жүгіре алатын шығарсың. Бірақ оны мен басқарамын, Кабал. Басқа нәрсе ойлап тапқаның дұрыс. Мен енді ғана бастадым.
Шыноктың атымен қайта тіріліңдер. Сендерді бос кеңістікке қайта жібереміз. Тіпті ол да сендерге көмектесе алмайды. Тым жайбасар екенсің. Сенен мықты қарқын күтіп едім, Фуджин. Сенің көңіліңнен енді шыға алдым ба? Шамасы Цетрион ендігі жолда болар. Синдел екеуміз оны бір жақты етеміз. Сендер тәжді табыңдар. Сенен бір нәрсе сұрасам, сиқыршы. Бізді қашан сатпақ ойың бар? Маған сонша сенбейтіндей сендерге не істеп қойдым? Есіңде болсын, арам пиғылыңа біз әрдайым дайынбыз. Асықпа, Фуджин, бір қадым кері шегін. Бұл саған да қатысты, сиқыршы. Сенімен бұл жерде қайта жолығып тұрмын. Мені темір торға қамап, жанымды сонша азаптап едің. Бәрі құрысын, о баста сенімен келіспеуім керек еді. Сен әрдайым жомарт болатынсың. Жаңа тәсілдер ме, Бихан? Керемет әрине, бірақ бұл жеткіліксіз. Өз шіркеуіңде жеңіліс тапқаның есіңде ме, Фуджин? Ал Кроника мені одан әрі мықтырақ етті. Ол кезде сен жеңген жоқсың, қашып кеткенсің. Бұл жолы да солай жасауың керек еді. Крониканың берген уәделеріне мүлде сенуге болмайды, Джаксон. Бихан, Кано, Шаокан кімдерді өз жағына жинап алғандығын көрмейсің бе? Шансумен араласып жүргенде бұл картаны сен ойнай алмайсың, Фуджин. Жан-жараңды Кроника емдей алмайды. Менің қиындықтарым жайлы сен ештеңе де білмейсің, Фуджин. Бәрін өзгерту үшін Кроника менің жалғыз мүмкіндігім.
Өзім үшін ғана емес, Джеки, Вераның бақыты үшін. Бірақ сен түсінбейсің. Өйткені құдайсың ғой. Бұның қандай сезім екендігін ешқашан түсінбейсің. Бір кездері Рейден екеуміздің қақтығысып қалғанымызды білесің бе? Содан көктегі шіркеуден кетіп, адамдармен бірге өмір сүрдім. Оларға үйір болма, Фуджин. Сезімге ерік беру өз міндеттеріңді орындауға кедергі жасайды. Бірақ мына біз секілді жауынгерлер өз сезімдерін күшейтеді. Біз жауларымызды қыру үшін күреспейміз. Біз жақындарымызды қорғау үшін күресеміз. Ең жаманы, жеңілген шайқастан жүрекке осындай қара дақ түседі. Енді шамасы менің қиналғанымды түсінетін сияқтысың. Кроника жан дүниеңдегі жараны пайдаланып, сені басқарып жатыр. Көп ұзамай, Джаклин де осы жерге келеді. Кроника сенің оған қарсы шыққаныңды қалайды, және оның жүрегін жаралағаныңды. Осыған қарамастан, ол сенің отбасыңа жақсылық тілейді деп ойлайсың ба? Мені жеңу керек болған сен бедің? Мен әлі жеңілген жоқпын. Крониканың алдында тізе бөп. Tuмкасила, осисиано, омакеяйо. Шайқаса аласың ба? Қолымнан келгенде жасадым. Кроника болашақтарың үшін уәде беріп еді. Бірақ мына істеріңмен енді бір жола құрисыңдар. Тағдырларыңа өздеріңді кінәлаңдар. Сені тек өз тағдырың алаңдатуы керек, Цедрион. Сонымен Шансун, не дегенмен құрған жоспарың ойдағыдай шықты. Басқаша болмайтын да еді. Қане, қолыңды көтер, Шансун. Сен де Синдел, андағы қолың шашың үлкен күшке ие. Сабыр сақта, қызым. Әке, сіз бұл жерде не істеп жүрсіз? Бұл жердегі бәріміз Кроникаға қарсы күресіп жүрміз. Иә, ал енді мынаны Рейденге табыстау қажет. Мынау тәж бе? Крониканың тәжі.
Мына затсыз жаңа тарихты жазуға оның күші жетпейді. Әйтеуір дегенде бір жақсы жаңалық естідік ау. Енді тәж біздің қолымызда, белгісіз аумақта. Біз бұл уақыт кеңістігін бір жола өзгерттік. Дұрыс. Әрі қарай не болатындығын ешкім де болжай алмайды. Тіпті мен де. Мен сыртқы әлемге қайтып, Китанаканға көмектесуім керек. Көмегіңізге алғысым шексіз. 6 сағаттан соң қанды теңізде жолығамыз. Ендеше, келесі шайқасқа дейін. Сиқыршы. Мен де арнайы күштерге хабар беру үшін Брикс отбасымен бірге барамын. Сені ұлы рухтың өзі қорғасын. Маған қарағанда сені қорғағаны дұрыс. Шансун мен бірге жүргеніңді Рейден көрсе. Тәшсіз ешқандай да жаңа дәуір болмайды. Бұл жауапкершілік менің мойнымда. Жоқ, Шансунның ақылын бағаламау менің қателігім. Бос кеңістіктен шығып, болашақтан келген бе? Олармен тағы шайқасамын, анашым. Бұл жол бәрі ойдағыдай болады. Іске өзім араласамын. Не дегенмен Шансун тәжге ие болып тым қауіпті болып кетті. Оның жаңа одақтастары да бұл жайтты түсінетін болар. Шаолин шеберлері соғысқа дайын ба? Олар қасық қандары қалғанша шайқасуға дайын. Жақсы, солай болғаны дұрыс. Алайда Харон бізге көмектесуден бас тартса, ешқандай соғыс болмайын деп тұр. Хасаши шеберден хабар бар ма? Жоқ, бірақ бұлай жалғаса берсе, жер асты әлеміне өзім барам. Бұл біз білетін жақсы Скорпион емес. Рейденді шақыр. Мынау шынымен де алау бағы ма? Расымен де Ширайру қайта құрылыпты ғой. Бұл жерге сені қай жел айдап келді, Скорпион? Ұлы шебер Хасаши қайда? Ол мерт болды. Енді бізді өлтіру үшін келдің бе? Мен туралы не ойлайтыныңды жақсы білем, бірақ мен көмектесу үшін келдім. Бұл сөздеріңе илана қоймаспын. Мынау, бұл жерде не істеп жүр? Онымен бірге жүргем жоқ. Егер расымен көмектесу үшін келген болсаң, ендеше қазір дәлелдейтін уақыт. Дәлелдеймін. Фуджин, уақыт кеңістігіне зақым тиген кезде сені бір жола жойылды деп еді. Ал енді Шансунмен біргейін дедің бе? Рейденге айтар шұғыл жаңалығымыз бар. Өтінем, бізді өткізіңдер. Шамасы оны мынау дуалаған болар. Арам жұмыстарын алау бағында жасауға жол бермеспін. Не себепті Шансунға қосылғаныңды мүлде түсіне алар емеспін. Ой өрісіңді бұзатындай саған не істеді? Меніңше, жағдайдың мән жайын білместен шешім шығарудың қажеті жоқ. Рахмет, Фуджин. Дауылдың беті әлі қайтқан жоқ. Шансун! Біз сенімен ақылдасу үшін келдік, бауырым. Біз дейсің бе? Не себепті мына малғынмен бірге жүрсің? Бұл жерге сені құтқару үшін келдім, Рейден. Біз сендердің болашақтарыңнан келдік. Ол кезде Люкан Крониканы жеңген болатын.
Бірақ шайқас кезінде тәж жойылды. Бұл құнды жәдігерсіз уақыт әлемін түзету мүмкін емес. Біздің негізгі мақсатымыз да осы болатын. Тәжді тауып, оның күшін қолдану. Ал енді Кроникамен болған шайқас салдарын түзей аламыз. Енді оны бір жола жеңіп, уақыт әлемін реттеу керек. Сені осыншалықты сенгіш деп ойламаппын. Шан Цун тек өз басы үшін әрекет етеді. Қалайша оның сөздеріне алданып жүрсің? Парасатты бол, Рейден. Өтіріктеріңді басқа жерде айтасың, жексұрын. Бізді алдау қолыңнан келмейді. Лорд Рейден, алдымен оны тыңдап көреміз. Бәлкім рас айтып тұрған болар. Мұны анықтаудың бір ғана жолы бар. Ал енді Шан Цун, шыныңды айт. Доғар енді, Рейден. Араласпа, Люкан. Қолыңдағы тұмарды таста. Ол сені азғырып жатыр. Сен де мені сатып кетесің. Бұл шешімің қате. Шан Цун бұл жолы бізге жау емес. Әлемдер жойылудың алдында тұр. Ал сенің жасап тұрғаның мынау ма? Осы ақымақтатарың да жетер. Егер өлу тағдырларың болса, солай-ақ болсын. Менің бауырым, менің мәселем. Егер шамам жетпей жатса, көмек сұрармын. Шиноктың тұмары сенің ашуыңды пайдаланып, ойыңа қара тақ түсіріп жатыр. Маған сен. Ал енді сөзіме құлақ ас. Уақытымыз шектеулі. Неткен ақымақ едім. Ашуға ерік беріп, есімнен адаса жаздадым. Өз күшімнің біздің жоспарымыздың тағы бұзылуына жол бермеспін. Әзілдеп тұрған жоқсыз ба, Лорд Фуджин? Әрине жоқ, Люкан. Рейденнің күші сені от құдайына айналдырды. Ал керек болса. Өкінішке орай өз күшімді әлі Люканға бере алмаймын. Алдымен оның әруақ кейпін тауып, Куан Чидің жасаған дуасын құртуым керек. Көп ұзамай оны менде жолығамыз. Соңғы шайқас жайлы тағы не айта аласың? Біз кез келген басымдықты қолдануымыз қажет. Лорд Фуджин, Шан Цун. Сендерге шытырман оқиғаларың ұнады деп үміттенемін. Болашақта жеңіліс тапқаныңды білетін боларсың, Кроника. Әрине, Фуджин. Қалайша сендер бос кеңістіктен шыға алдыңдар? Ақыры бәрін біледі екенсің. Ендеше берілгенің жөн. Бір нәрсе белгілі. Менің жеңілісім сенің жеңісің емес, Рейден. Егер расымен сенің құтқарушың менің құм сағатыма ие болған болса, ендеше біз бұлай тұрмаста едік. Бұл уақыт әлемі мүлде болмайтын еді. Мына күдігіңді растаудан асқан қате шешімді көріп тұрған жоқпын. Мейлі, мені жеңу қолдарыңнан келетін шығар. Ал сосын ше, құм сағатына кім иелік етпек? Шан Цунның сендермен ат құйрығын үзері сөзсіз. Біз бәріне дайынбыз, Кроника. Сенімдісің бе? Осы уақытқа дейін неге Шан Цун тәж жайлы көп біледі деп ойламадың ба? Сен үшін рухтарды жинап, саған өмір бақи қызмет етіп келеді. Шан Цун тым қарапайым. Тәж туралы ой соныкі. Менен басқа ешкім оның күші жайлы жақсы білмейді. Егер саған бұл жайлы ертерек айтқанымда, біз о бастақ бір-бірімізбен қырқысып қалар едік. Шешім қабылдауын керек, Рейден. Әрмен қарай құм сағатты кімге сен тапсырасың? Маған әлде Шан Цунға? Ешкімге, Кроника. Сен бәрібір жеңілесің. Егер Шан Цун бізді сатса, біз оның да көзін жоямыз. Неткен ақмақ едің, Рейден. Әлемдерді мәңгілікке ұмытпа.
Тәж. Титанның шамына тию үлкен қателік. Енді ешқайсыңды да аман қалдырмаспын. Сен тым әлсізсің, Кроника. Бауыр, қалай, жағдайың жақсы ма? Иә, бірақ Тәж. Мен жасаған ең керемет дүние. Мен саған оның қалай жұмыс жасайтындығын нұсқауға дайынмын. Не болып кетті өзі? Кроника Тәжді қайтару үшін осында келді. Сосын оны шегінуге мәжбүр еттік. Енді оған дереу соққы беруіміз қажет. Жылдам әскерді жинап, қанды теңізге тартайық. Бірге Крониканың аралына шабуыл жасап, құм сағатты өз қолымызға аламыз. Крониканың аралында жолғамыз. Мына ақымақтар жеңіс қолымызда деп ойлап жүр. Осы бір сенімдері түптеріне жетерін қайдан білсін? Қызымның сезімге беріліп жүргені қандай өкінішті. Саған деген күдігі басылды ма, Синдел? Әрине, Китана шаруаны соттап, найзағай құдайына қызмет етіп жүр. Қалай көңілін қалдырмауға болады? Түсінуге болады. Арал, мүлде кешігуші болма. Мәңгілік патшалық сені күтеді. Кіре бер. Китана Кан. Сізге бұлай істеудің қажеті жоқ. Сен Кансың, Китана. Қол астыңдағы бар адам сенің күшіңнен қорқуы қажет. Тіпті мен де. Мен саған сәлем беруден жалықпаймын. Ал мен келуден жалықпаймын. Біздің жасақ қанды теңізге жол тартпақ. Соңымыздан Шива патшайы мен Шокандар ермек. Сенен бір нәрсе өтіне аламын ба? Анашым, сіз міндетті емессіз. Сұрасаңыз болады. Шива, падиша Шива, мен өмірге қайтару үшін тәуекелге барды. Осы шайқасқа онымен бірге күресу менің міндетім. Я, солай. Ал мұндай адалдық таныту Шокан нәсілінің рухын көтерері сөзсіз. Алғыс білдіремін, Китана Кан.
бәрінің қашан аяқталатындығын ол қайдан білсін? Қане, өлтірейік. Жаным, бұл сен бе? Сабыр қымбаттым, мен осындамын. Рух бөлмесі сені емдеп жазады. Сосын Китананың сыбағасын беріп, тақты қайтарамыз. Патшайым, айтқаныңды қайталашы. Сен өз қызыңды сатпайтын боларсың. Ол әкесіне қатты ұқсайды, Шива. Джерард әлсіз патша болған. Китана әлсіз хан. Әлсіз? Ол Шао Канды жеңді. Десе де оны уақытында өлтіре алмады. Бұл оған сабақ болады. Жауды дер кезінде құртпаса, қайтып келеді. Бұрын солай болған. Ал қазір одан да жақсы жолы бар. Тіпті үлкен құдайлар да менен сескенеді, Шива. Ал сен не ойлап ең? Китана бауырларыңды өлтірді. Шива оған қарсыласып, міне осындай жайтқа душар болды. Маған бас дейіңдер, сонда есені бірге қайтарамыз. Қымбаттым, сені қатты сағындым ғой. Егер Куанчи осында болғанда, оның аяқ қолын шауып етке тастар едім. Біздің осыншама уақытымызды ұрлағаны үшін. Көп ұзамай құм сағатына ие болып, мәңгі патшалық құрамыз. Енді өзіміз қалағанша бірге боламыз. Шао Кан, Синдел, соңымнан еріңдер. Кроника сендердің көмектеріңе мұқтаж. Кроника дейсің бе? Китана менің тағымды тартып алғанда, ай қарап жүрді ме? Сол бір берген құр уәделер үшін енді жақсылап жауап береді. Қара қымбаттым, сен үшін қазір мен мынаның аузын айырам. Бұдан асқан құрмет бар ма? Крониканың шамына тиюдің қажеті жоқ, Шао Кан. Алдыңда тұрған алтын сауыт киген жауынгерден қорқып тұрсың ба? Қазір аяқ қол басыңды бір етікке тығып, өзіне жіберем. Ажалдың дәмі қалай екен? Қаншама жыл өтсе де, өз сымбаттылығыңнан әлі де болса айырылмапсың. Енді Шао Кан да бізге қарсы шықпақ. Қазір бірігіп жолға шыққанда болар.
Жоқ, Шаукан мен Синдл өз қалауларынсыз бізге басымдық бермек. Менің тәжім үшін Эндер Рейденнің жасағымен шайқасады. Солай екі жақта әлсірейді. Нәтижесінде қалғандарын біз қырып, жеңіске жете аламыз. Тәж қолыма қайтып келеді. Сосын көптен күткен жаңа дәуір басталады. Капитан Кейдж бұйрығыңызды күтуде. Қалай, дұрыс айттым ба негізі? Мәссаған, негізі сенің жарақаттарың көп емес пе? Мен жазылдым, Кесси. Рейден маған найзағайлы массаж жасап берді. Айтпақшы, шешең қайда жүр? Міне, анау жақта, Шиваны белгіленген жерде күтіп тұр. Негізі 5 минуттан соң жүруіміз керек еді. Жоқ! Андағыңды маған жасап көр. Менің алаңымдағы керемет жетістік. Алдымызда тікен бас дәумен ашық-шашық киінген әпшеміз тұр. Аузыңды жауып ойыңды жинақташы. Үндеріңді өшіріңдер. Әлі-ақ тізе бүгіп менің патшалығыма құл боласыңдар. Құл дейсің бе? Армандапсың. Анау әзілкешті өзің ал. Ал мына қызға сабақты өзім берем. Маған үйретпексің бе? Шинокты жеңгенім туралы естімегенсің бе не? Шинок шайқаста әлсіз болғандықтан жоспар құрды. Сенің жеңгенің менің сөзіме дәлел. Қалай, нағыз күштің не екендігін енді білдің бе? Бишараның жүрегі ауырып кетті. Мынадай әлсіздерге уақыт құртудың не керегі бар? Мына елдер сендердің жандарыңда жүрген сүмелектерден әлде қайда мықты. Жақсы, рөлден тыс кету керек пе? Ешқандай әділсіз, ешқандай ойынсыз, тек қана төбелес. Сұрағандарың сол ма? Ендеше келіңдер де алыңдар. Мен істесем бола ма? Өлтіріп қойып жүрмесең болды. Мен әрдайым тек өзім үшін ғана күресіп келдім. Бірақ бұл жолы мен отбасым үшін күресем. Сен жай ғана бишара жылауық адамсың. Жолың болды, Джонни Кейдж. Менің қамқорлығыммен сон екеуін көптеген тамаша құлдар өсіресіңдер. Жүреміз бе? Кемедегі артық заттарды шығарыңдар. Харонның кемесін қуып жету үшін бізге жылдамдық керек.
Рейден мен Фуджин аралды басып алу үшін ерте жүзіп кетті. Бірақ қалған жасақпен байланысты жоғалтып алдық. Командир Кейдж, арнайы жасақ, Шива падиша мен Шоқан әскері. Және анам. Бәріміз ойлап тұрған нәрсені дауыстап айтсам бола ма? Ол бізді сатпайды. Асығыс шешім қабылдауға асықпайық. Қараңдар. Мынау арнайы жасақ па? Жоқ. Үлкен құдайлар қарғыс атсын, анашым. Бір-біріңді өлтіріңдер. Сонымен Китана қайда? Күмәнім жоқ, ол бір жерде тығылып отыр. Сендерден тығылып отырған ешкімде жоқ, Шаокан. Колизейдегі масқара жеңілісіңнен кейін сенен кім қорықсын? Қолыңдағы зат менікі, Синдел. Ала ғой. Ұлы Кун Лаоның мұрагеріне дайындаған ерекше дүниең бар деп үміттенем. Онымен бітпей қалған бір тірлігім бар еді. Китананы тауып келейін. Уақыт салдарынан жарыстың тоқтап қалғандығы өкінішті. Әйтпесе сол жерде жолыңды үзбек едім. Не үшін? Менімен бетпе-бет келуге қорыққандықтан ба? Мен ештеңеден қорықпаймын, Монарх. Әулетіңді жерге қаратып жүрсің. Кун Лао, жолыңды үзгенімде қиналмай өлуші едің. Шеберлерің сені жүзуге үйретті деп үміттенем. Кетті. Китананы таптым. Өтінем, анашым. Тағы қандай сиқырмен Шаокан сені дуалап алды? Ақымақ қыз, анаңды ешкім дуалаған жоқ. Және оны ешкім дуаламаған да. Оның өз күйеуі өз патшалығы болды, ал сен бәрін тартып алдың. О, Китана, сенің әкең бірінші күйеуі мақмақ болған. Джерард біз қарапайым адамдардан артық емеспіз деп сенетін. Ол тағы иелерінің артықшылықтарын қорғаудан бас тартты.
біздің күш қуатынымызды, қасиетті құқықтарымызды былғады. Нәтижесінде Эдения әлсіз елге айналды. Содан кейін Шао Кан біздің патшалығымызды басып кіріп, өз билігін пайдаланып өзіне тиесілі нәрсені алды. Бұл еркек өз артықшылықтарын қорғауға ұялмайтын еді. Міне, мен нағыз махаббатымды таптым. Өз адалдығымды көрсету үшін мен Джерардты өлтірдім. Сонда Шао Канды туған қызыңнан артық жақсы көргенің бе? Әйелдерді жеке қалдырайық, таңдаулы. Сен менімен жекпе-жекке шығуға тиіссің. Менің тағдырым сені жеңу, Шао Кан. Одан да менің алдымда тізе бүк, балақай. Бірақ Крониканы өлтірген соң, онсыз да солай болады. Сен қазір Есуастың сөзін айтып тұрсың. Мені Есуас дедің бе, жар емес? Китана, алаяқ Кан, сыртқы әлемнің нағыз жауы. Ол Рейденмен келісіп, бізді соның табанының астына жығып бергелі жүр. Ол Кроника билігін басып алғысы келеді. Не үшін? Біздің әлемді жою үшін. Китананың соңынан ергендердің бәрінің бұл іске қатысы бар. Ендігі тағдырларың өлім. Бірақ дәл қазір сендерге мейірімділік танытып, жаңа дәуірден барлығыңа үлкен байлық уәде етем. Ол үшін Китанадан бас тартып, бізбен бірге шайқасасыңдар. Енді ескекті қолға алыңдар. Біз бұл шайқаста жеңуіміз керек. Жаңа дәуір үшін. Китананы шынжырлау керек. Ол жеңілістің толық азабын тартуы тиіс. Ал мынаны не істейміз? Әскеріміздің күшін жете бағаламайтын сияқты. Әлі тозақтың күшімен бұлардың сыбағасын береміз. Мен оған дереу жетуім керек. Қане, Фуджин. Өз-өзіме келуге шамалы уақыт керек. Шабуылдаңдар. Бара бер, өзім қарайласам.
Біздің бір-бірімізбен қырқысуымыз Крониканың қалауы. Оны тоқтататын уақыт келді, Люкан. Одан да мені өлтір. Дұрысы сені құтқарайын. О, құдайым, бұл не сұмдық? Шао Кан, ол менің аяғымды сындырды. Шао Кан? Міне, мен білетін нағыз Синдел. Қолдарынан не келер екен? Менен мықтап ұста. Фуджин, Тәж, мен оны Синдел мен Шао Канға қарсы қолдануым керек. Маған қалдар, одан да күшіңді Люканға сақта. Жоқ бауырым, Тәж біздің ортақ жүгіміз. Алғыс білдірем. Нағыз бетпейнен ашылды, жексұрын. Шан Цун. Барынша қырағы болған жөн, Фуджин. Ал енді тағдырларды шешетін күш қуат менікі. Куә болыңдар. Демек, о бастан көздегенің осы ма? Бос кеңістікте жүріп ақ, бәрін жоспарлап қойған екенсің ғой. Крониканың мені қуып жібергені қандай дұрыс болды. Енді бұл Тәждің күшімен мен одан еш кем түспеймін. Арам ойларыңды жүзеге асыра алмайсың. Сендерді жеңу түкке тұрғысыз. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Ғаламдағы соңғы арлан екеніңді білесің бе, Найтволф? Ұлы рух басқасын таңдайды. Бәлкім мен өлермін, бірақ менің есімім мәңгі өмір сүреді. Есалаң, есіміңде сенімен бірге өледі. Біз тұрғанда оның рухын ала алмайсың, Шан Цун. Сендердікі секілді, оның рухы да маған тиесілі. Сен бізді бұған дайын болмады деп ойлайсың ба? Арам ниетіңнің бар екендігі о бастан белгілі. Ғаламды бұрыс жолға бұруға шама шарқың жете қоймас. Мен жасайтын ғаламда екеуің маған құл болып қызмет етесіңдер. Болашақтарыңды енді өзгерту мүмкін емес.
Ал енді тағдырларыңды мына мен таңдаймын. Қане, екеуін де өлтірейік. Қуана. Жоқ, оларды тірі қалдырыңдар. Есесіне бізге өмір бақи қызмет етеді. Тіпті жақсы. Енді қайтты Кроника, Шан Цун қорғанысымызды жойды. Жеңіс әлі де біздің қолда. Шан Цунның арам пиғылын тоқтата аламыз. Ол үшін сендерге көмек қажет. Қымбатты Цетрион, маған адал қызмет еттің. Енді бір ғана міндетің қалды. Янашым, оны түсініп тұрмын. Құм сағаты бізді күтіп тұр. Мына есіктің артында бізді нағыз күш күтіп жатыр. Оған ие болу біздің басты артықшылығымыз болады. Өтінем, маған қалдырыңдар. Шан Цун, менің рөлімде жүрген алаяқ. Құрған жоспарың жүзеге асты. Дегенмен, бұлай өз мақсатыңа жете алмайсың. Көзің құртыңдар. Қалайша демде жеңіліп қалдың, Кроника. Қазір күшіңді тартып алып, оны өмір бақи өзім басқарамын. Крониканы өлтіру менің тағдырым. Ал сендердің міндеттерің менің күшіме мойынсұнып, билігімді әлемдерден әлемдерге дәріптеу. Басыңдағы тәжге сеніп осылай сайрап тұрсың ба, Шан Цун? Шамасы сен жексұрын өз орныңды ұмытайын деген екенсің. Ол өз есін сатқан құтырған ит қой. Қане, мұнаның сыбағасын берейік.
Менің қызметім осымен аяқталды. Ал енді сендердікі басталады. Енді ешкімге сатқындық жасай алмайсың. Уақытың барда жеңілісіңді мойындағаның жөн, Кроника. Жеңілісіңді мойындасаң, жаңа дәуірде маған қызмет етесің. Өмір сүруіңе мүмкіндік берем. Немесе тарих беттерінен бір жола жойыласың. Құм сағаттың басқаруы үлкен күш пен шеберлік қажет. Бәлкім тәжге ие болған боларсың. Бірақ сен титан емессің. Тағдырлар маған тиесілі. Менің ұсынысымды қабылдағаның жөн еді, Кроника. Қолыңа бір шама күш пен билік беруші едім. Сөзсіз, өлімнен гөрі қызмет қылған жақсырақ. Қызмет етпеймін. Мен Титанидамын. Сен болғансың, Кроника. Уақыт пен тағдыр енді менің қолымда. Барлық әлем енді менің қалауым бойынша әрекет етеді. Қане доғар, әзірге бәрінің түбіне жетпей тұрғанда. Люкан, сол бір уақыт кеңістігінде сенің қалуың міндетті ме деп жүрсем? Мұның бәрі жалған, саған бұл сөз таныс болар. Енді ғана түсіндім. Құм сағаты Кроникаға қарсы тек менің ғана тәжі дұрыс қолданылатынымды көрсеткен. Және сен менің жеңуіме мұрсат бердің. Сонда осы бір жеңіс үшін өз жақындарыңның өмірін құрбан еткенің бе? Неткен жауыз салқын қандылық десеңші. Олар ешқайда жоғалған жоқ, Шансун. Менің жаңа дәуірімде олар қайтып өмір сүреді. Сенің жаңа дәуіріңде менің қабілеттерімді қалайша бағаламайсың, таңдаулы. Менің қолымда тәжім бар. Крониканың күш қуатын сорып алдым. Бәлкім сен құдай болған шығарсың, бірақ мен уақыт сақшысымын. Сенің маған шамаң жетпейді. Кроникада осыған ұқсас сөздер айтқан болатын, Шансун. Және сені де сондай тағдыр күтіп тұр. Сені өлтіріп, түбіңе жетіп, өмір бойы рахатқа бөленетін сәттер көз алдыма елестейтін. Есіңнен адасыпсың, Шансун. Бойыңдағы қара күшке сеніп, тым көп сандырақтай берме. Fight!
Соңғы сәттеріңде терең тыныстап ал, таңдаулы. Әйтпесе сенің ажалың үлкен ұятпен аяқталады. Бір кездері саған тиесілі болған күш енді менікі. Мәңгілікке. Қане, сайра құлым. Әміршім, сіздің бұйрығыңыз қалтқысыз орындалды. Жер патшалығы, сыртқы әлем және жер асты әлемі енді сіздікі. Ендігі кезек беріктік патшалығы мен тәртіп патшалығында. Көп ұзамай барлық әлем сіздің қол астыңызға өтеді. Ал, бәрі енді басталды. Қане, маған тәжді жақсылықпен қайтар. Бұл сенің соңғы мүмкіндігің. Менің соңғы мүмкіндігім, керісінше, сені өлтіретін тамаша сәт. Сенің кішігірім дәуренің өтті. Енді қане, дәл осы жерде бәріне нүкте қояйық. Fight! Енді өкінудің қажеті жоқ, Шансун. Бұл тағдырды өзің таңдадың. Енді ешқандай уақыт кеңістігі сенің пасық істеріңнен зардап шекпейтін болады.
Кун Лао. Сен қалайша, сен кімсің өзі? Есімім Лорд Люкан, от пен найзағайдың құдайы. Құдай? Әдепсіздігімді айыпқа бұйыра көрмеңіз, Лорд Люкан. Ештеңе етпейді, Кун Лао. Сен онсыз да қарапайымсың. Мен білетін Кун Лаоға мүлде ұқсамайсың. Мені бұрыннан білесіз бе? Бұл енді мүлде бөлек тарих. Мен сені өз чемпионым етіп таңдадым, Кун Лао. Бітіретін жұмыс әлі көп. Бәріне әзір болғайсың. Дайынсың ба? Дайындық ба? Не үшін?